Менің сайлау еткен бір ағам бар, нейрохирургияда жұмыс істейтін. Сол кісі басқа операция жасайды ғой. Басқа операцияны череп дейді ғой, бас сүйекті ашады. Сол zaman оралмандар келсе, бір ауылдың қазағы келсе, жаңағы операция жасайтын кезде жаңағы ассистенттер қашады. Сендер барсыңдар. Неге деген кезде мынау ауылдың тамағын ішкен адамдар сүт жеп, ет жеп, кальций көп, ірімшік жеген. Мына басы железеп өтінсе кесілмей қойып, асайтымен қылжырап отыр. Череп ашылмайды дейді жаңағы, балталаған. Сүйектер қалың дейді. Жаңағы басқа ондай емес адамдар келген кезде, алтын айтып күндер келеді қой. Гипсокордон сөз келсе бұрт-бұрт өтсек жаңағы. Менің қатарына мен тағы бір бауырым бар, қарады. Бақшылығын. Айтады, Қытайда жүрген кезде бокс жасамыз, тастай сазам болды, екеуі түсіп қалды. Ана біздің қазақ жігіттері келеді, бұлжылдап соққан көзі түк болмайды, нақау отырмайды, көзі бақырай көзі ұмтылады дейді. Өйткені шөп шайнаған адам дегенде түсіңіз бе, бұл жердегі бұл жігіттер дамымайды ғой жаңағы. Сіңір шайнап, сүйек бүрсігін, тас шайнап сапа. Ұлттық сапасы, осы сападан кетіп бірді. Айнала құлыншақтар бауырлар мей бар ғой. Бишбар кетшеп ғой, KFC жеген адамның қанынан бәрі бар ғой. Кальций, тұрақты қажетті деңгейде болмайды. Өзі онша тәттілеу болмаса да, ауылдың қорты дейтін, ауылдың тамағы дейтін нәрселер ғой. Таза тамақ жеп отырсын керек. Көбінесе мен көп көремін осы. Дұрыс емес шығар, антиреклама қайдан білейін, біз тұзымыз жеген адамбыз. Тағы антиреклама жасырында пәле қылып жүремін, попкорнға тиісті, басқаға тиісті, чипсиға тиісті деп тұр ғой. Бірақ өзінің қанына сіңірсіз болған тамақты жегендей болмайды. Сосын өзі бірді айтсаң бірге кетесің, кейде бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны ғой деп абай айтқан сияқты, жаңағы кредиттеп отырсың ғой кім. Негізі алуға болмайды ғой, білесіздер ғой. Ол болмайды ол бар ғой алуға. Абайдың айтатын сөзі бар, жуасты мінді айран іш дейді. Жуасты мінді айран іш дейді. Осы қымыз қазаққа мақтаның ба, асың ба деп келеді. Өзі азаздан қазір жай-жай жақсы жүріңіздер шеттен. Қазір сабырла тұрсам да осындай бір психологияны қалыптастыру керек. Бізде дүниенің бәрін ел көрсін алып келеміз, тағы да бай айтады. Бұл қазақ десін дейді, батыр десін, қу десін, пысық десін, мықты десін деп демесін де ұмытып кетеді. Оңбағын демесін, жексұрын афересі алаяқ демесін де ұмытып кетеді дейді. Сол десін деп демесін де ұмытып кетпеңіздер негізі. Сосын сіздер айттым, тағы да қайталап айтайын. Адам ең алатын кезең қазір кім? Мен бұрынғыдай жаттай алмаймын. Мен бұрын бірнеше кітапты бір аптада оқып тастауға болады. Қазір көзім оқиды, фотографический ортасынан оқи аламын. Бірақ ми бұрынғыдай жылдам қабылдамайды. Өйткені адамның өзі өмір өткен сайын осы қартаю процесі негізі жедел 33-тен кейін басталады дейді. Жалпы адамның келіп кету процесі 25-тен кейін басталады деген әңгіме айтады. Бірақ адамның ең әсершіл жағы қабылдайтын кезде ол 18 пен 28-дің арасы, иә? Осы кезеңдерде сіздер қазір алып қалмасаңыздар, осы кездерде осы жалмап қалмасаңыздар, осы кездерде жұтып қалмасаңыздар, осы кездерде жүректеріңізді қондырып қалмасаңыздар, кейін кеш болады. Абай пашаның қолымды мезгілінен кештермедім деген сияқты. Өзі бірақ мезгіл. Өзі майдың басындағы бір декадасында ғана сен егесің, қалған уақыттарда сен июньде еккеніңе, мысалы апрельде еккенің ерте болады, июньде еккенің кеш болады. Тура сол майдың кезінде қыстан кейін адам жонын күнге қызып рахаттанып отырып құда-құдаға барғым келеді, бірақ ол құда-құдаға тұра тұр, сен ананың бәрін тастай тұр. Қазір мына егі бар, ертеңгі күзде бала-шағаның несібе берекесі, нығметі осы жерде тұр дейді, бүкіл шаруаны тастайды да күннің астында кетпенін алып, мына отырып шығалықтар әсіресе осы нәрсесіне пысық болып, ертең бала-шағасын несібесін айыр болады. Күні сол бір айрықша бір нұрында тұрған кезінде тура сол кезеңдесіздер. Бұдан кейін кеш болады. Қазір айфон керек қой, әрине болса тіпті жақсы. Ол бірақ басты нәрсе айфон емес. Қазір ең басты нәрсе сіздердің осы жинақ қалатын білімдеріңіз, информацияларыңыз, алып қалатын жаңағы тәсілдеріңіз. Қазір нағыз жалмаңдап тұратын кезіңіз.
кезіңіз, қай жерде курс бар, қай жерде сертификат береді, қай жерде қандай бір әңгіме бар, қай жерде кімнен не аламын деген сияқты осы жалаңдап тұратын кезең, осы әсершіл кездеріңізді алып қалсаңыздар, өмір бойы сіздердің азаматтық тұлғаларыңызға іргетас болатын осы бір қадамдар деп ойлаймын. Сосын қазір бұрынғыдай емес, күшті ғой шынында да. Үйрететін нәрселер көп. Қай жерге барсаңыздар да, қай жерге бір мұрын сұқсаңыздар да пайда табатын дүниелерді көп тануға болады, көп көруге болады. Бұрынғы информацияны тірнектеп жинамайсың. Кейбір информация жинақтаған адамдар жентектеп готовый тайын күйінде бере салады, ала салып келесізден топ кетуге болады. Осы бір кезеңді соған қарай пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Сосын адамның көптеген нәрсе бар, күшін алатын, қабілетін алатын нәрсе бар. Ол деген не? Ол режимнің жоқтығы, жігіттер, қыздар. Мына режим деген нәрсе өте тиянақты болыңыздаршы. Бекерден бекер 5 уақыт намаз деген бір режимді қойып қоймайды ғой Алла тағала. Сол сияқты режим ерте жатып, ерте тұру дейтін нәрсе қатты қараңыздаршы. Әйтпесе режим болмаса ешқандай істеріңізде береке болмайды. Миларыңызды ала алмай қалады. Кейде біреулер бірдеңе шығарып та сабақ, жарып, оттағай нәрсе болды. Нормально алатын адамның барлығы негізі түнде ертек жатып, ертек тұрады да күндіз істейді. Мен бір нәрсеге таңғаламын, баяғыда Мұхтар Мағауин ағамыз Алла сапарында 8 айда жаздым дейді. Мынау деп тұрып 8 айда жаздым. Сонда қалай деген кезде мен ерте жатып қалдым дейді. Өте ерте жатып қалдым дейді. Сағат 8:30-9 кезінде жатып қалдым. Құттанамын жатып қалдым дейді. Сөйтіп де 4 кезінде тұрып аламын дейді. Ел тыптан шықпай, қалада жазды ғой. Ешқандай ушу жоқ. Балкон жайлап ашып қоямын. Письменство отырғанда аяғыма көрпемді ораймын. Қою қара шайды дейді. Сүт қосқан қара шайды вареньемен алдыма қоямын да, жеп сораптап тұрып, терімді бір шығарғанмын, сосын сыдырып дейді. Сосын таңғы 4-тен дейді. Өзіме артам несіне қарай, шабытына қарай. Бір 8-9-ға шейін жаздым. Қалғанда жұмысыма барамын, басқа қалам. Бірақ ерте ұйықтаймын, ерте тұрамын дейді. Сол темппен бүкіл кітапты жаздым. Адам басы, ұйқыдан кейінгі басы свежий болып тұрады. Соны тұрады адам басы. Ми жайдай ашық тұрады. Осындай кезінде тастаңыздаршы, құдай үшін өзім балама да айтатыным сол, басқаларға да айтатыным сол, өздеріңізге де айтатыным, балаларымсыздар ғой енді мен. Сіздердің өте былай жетістікке жеткендерге мен өте мүдделімін. Неге десеңіздер, халықтың күні, ұлт деп аталып, басқа деп аталып, күні сіздерге қарап қалды. Жігіттер, қыздар, артық айтқандар, күні қазақтың күні сіздерге қарап қалды. Евразийский университет деп айтамыз, бұл қазақтары Қазақстандағы ең үлкен белді оқу орындарының біреуі, ертең еңуді бітіріп келдім дегенде өздеріңіз Қарағайда ауылға барғанда жер кесіп жүресіздер отырасыздар. Иә? Сол кезде барған не алдым дегенде түк алмай түнімен сотқа қарадым. Түс жағында сотқа Фейсбуктан бір қысты көрдім, ютубта мына ватсаппен мынаны жіберіп, болмайтын нәрсе былайша қарап ұмытып кетесің. Тек қана миыңды мусорға толтырғаннан басқа түк жоқ. Сөйтесің де 3-4-тің өзінде ұйықтайсың, таңертең 8-9 кезде әзер тұрасың, көзін тырнап ашып, қалып біліп сабақта тұрасың, мұғалім не деп отқанын білмейсің, басқа не деп отқанын. Жас өмір өксіп өтті деген нәрсе осы емес. Адам бабаяқа жақсы мал, жақсы тұлпар, шөпті жегенде таңдап жүр. Аузына жеткен жегенде ол шошқа емес, болмаса сиыр емес. Мынау маған керегі жоқ, мынау маған керек деп. Сосын дүниені жүйеге түсірмесеңіздер, жігіттер, қыздар, дүниелерді жүйеге түсіріп алмасаңыздар, ешқашан сіздерден нәтижелі маман шықпайды. Иммануил Кант шыққан кезде, мына есіктен кірем ба, мына есіктен шығам ба, мына есіктен шығам ба деп өлшейтін болған. Сөзді қадамын есептейтін болған. Мына жерде бір қадам мына жаққа жақын болса, оң жағына қарай кететін болған. Өйткені өмірді Кант өте бағалаған адам. Уақытты өте бағалаған адам. Кез келген нәрсені қайтарып алуға болатын шығар, бірақ уақыт қайтпайды. Уақытта қайтарым жоқ. Бітті. 2016 жылдың 20 ноябрь тарихтың құрдымына кетті. Бұл өмірді, осы сәтті өмір ешқашан сіздер қайтарып ала алмайсыздар. Сондықтан бір қадірлейтін нәрселеріңіз ол уақыт. Уақыт қолдан сусып кетсе, көп нәрседен айырылып қаласыздар. Оны айтайын деп әңгіме шығып кезде айтайын деп отқан дүнием осы. Сосын жаңағы кредит, бірдеңе деген кезде сіздердің бастарыңыз ондай күн туып тұрған жоқ қой, Құдай сақтасын. Біреуге бет жөйлек кішкене ақшаны бере салмайды. Желкеңмен пәленше есе сығып алмайынша. Әсіресе сіздердің қазір жастарыңызда мына тұрмыстық зат басқа деген кезде көп жағдайда сабыр қыла тұрғандарыңыз орынды деп ойлаймын.
Сосын өздеріңіз мамандықтарыңызға орай арасында қосымша жұмыс істеп жатқан ешқандай меніңше бір артықшылығы жоқ. Екі қолынан келіп жатқан еңбегің кейде риза боламын, шын айтайын. Бұл жігіттерді көрген кезде даяшы болып официант болып жұмыс істеп жүрген қайда студенттің арасында өз әке-шешесіне салмақ түсірмей, өз күнді өзін көріп жатырмын деген кезде шынымен қуанып қаласың. Әке-шешесіне жаны ашып жатыр деген. Ондай адам әдетте еңбекке піскен адам уақыттың бағасын білетін болады. Уақыттың бағасын біліңіздер. Уақыттың бағасын білу режиммен тұрады. Өте жақсы өте көп. Көп нәрсені адам көтере алмайтын нәрсесі көп. Сосын адамды адам аямайды. Бұның бәрінің себебі немене дегенде бұл Абайдың айтатын сөзі бар, мақтанмен алдым азамды деп. Ана қазақта мақал бар. Атын шықпасын жер өрте деп айтады, жерді өртеп шығарған аттың несі мұрат дейді. Сол сияқты өзіне назар аудару үшін адамдар қазір өзінің бір ашып қойған парақшасын, сайтын оқыту үшін ештеңеден тайынбайды. Ешқандай шекара қалған жоқ. Оған ешқандай министрлікте басқа да оған ие бола алмайды. Кейде мынау жаманшылық топан су сияқты қаптап кеткенде соны тоқтату мүмкін болмай қалған кезде адам өзінің басын қорғап кетеді. Кейбір нәрседе өздеріңіз аяңыз. Ауыр нәрсе жүректеріңіз қарайып тастайды. Ауыртып тастайды. Кәдімгі әсіресе есіл дұрыс, мәдениетті, иманды, парасатты адамдар осындай нәрсеге келген кезде өз көзін сақтау керек. Не болса соның бәрін көрсетіп жатыр. Ақпаратта ешқандай шекара қалған жоқ. Қарап отырсаң, адамның жаны түршігетін нәрселерді айтады. Баяғы кімнің Құнанбай ана қодармен қаңғыған асып өлтірген күнә дегеніңізді қазір интернетте жайынан шығарып жатыр. Қарап отырсақ, бір адамды шайтан түрткен кезде қарай салайыншы деп ойлауы мүмкін, бірақ одан тек қана бар ғой, өздеріңізге өте үлкен зиян ғана бар. Оған ешқандай министр де ие болмайды, оған ешқандай атқарушы орган ие болмайды. Ол әлемдік тенденция. Тағы бірдеңе дейді, оған байланысты бірдеңе деп айтып, ел сақтаймын сен, мына жақта еркін бол деп сіз сабайды деп тұрған елдер бар. Кәдімгі еркін бол деп сабайды. Демократия болыңдар, а демократия болмаймын, жатыр бұл жерде елді жұртты сақтайық, жастарымыздың көзін сақтайық, қыздарымыздың өзін сақтайық. Жоқ, сен демократияға қиянат келтіріп жатсың дейді, жаңа жерде жан-жақта қысымшылыққа ұшырайын деп жатқанды көресің. Сондықтан да бұған байланысты айтатын нәрсе сол, бауырлар, қандастарым. Мына көп нәрседе адам өте занятой болса, яғни бір нәрсемен қолы босамай, қажетті дүниемен айналысқан кезде осы нәрсеге қолы тимей қалады. Бұндай нәрсеге қолы тиіп, ерігіп, әлеуметтік желіге кіріп, әртүрлі бір сайттарға кіріп, тағы да бірдеңелерге кірген кезде одан пайдасынан көрмесе зияны көп. Зияны көп. Онда жан-жақты зияны бар. Қайсы бірін айтамын? Бұл жерде бұл айта берсек таусылмайды. Ол сіздің денсаулығыңызға да зиян, сіздің рухыңызға да зиян. Ол сіздің уақытыңызға да қиянат жасайды. Ешкімге ешқандай пайдасы жоқ нәрселер. Енді бұған байланысты. Бұл тенденция ешкімде тосқауыл болатын түрі жоқ. Қазақстан оған тосқауыл болмайды. Өйткені әлемнің бәрі сондай. Біршама жаңағы деген тоталитарлы жүйеде деген Қытайыңыздың өзінде не болса соны қазір көрсетіп жатыр. Сондықтан да білмеймін, өзіңіз сақтанасыз. Бірақ негізі беделден биік жусаннан аса болуға тырысыңыздаршы. Баяғыда бір өзбек шалмен кездестім, бір таң қалғаным бар. Айтсам тұмсыққа кетіп, біріне кезде кездескенде сендерге өзген жеке. Атым дедім? Айбар, бір жеке кездескенде айтып беретін. Сонда бір сөз бар. Шал, анау 7 атасынан бері қари екен, 7 атасынан бері өзі. Сонда бір кезге келген кезде сұрайды, битсек қайтеді ақсақалсы, бір ақсақ сөйледі. Болам, сабыр. Апа, бізде осылай істеп жатыр, мынада істеп жатыр, не істейміз? Ойланады, қиналып қойды. Болам, сабыр қылысың. Үшінші бірдеңе сұрап, шын бірдеңе айтады шығар деп, қазір аузына қарадым да, ойланды да өзі бір уыс болып бейшара қиналып отырды. Болам деді, әуелі деген бірдеңе. Несі? Сабыр қыл әкелді. Ашпесеңіздер,
Сіздер уақыттарыңызды жақсылап пайдалансаңыздар, сабақтарыңызға тиянақты болсаңыздар, ертең істеріңіздің майталманы жақсы профессионал болып шығып, осы тәуелсіз Қазақстанның көсегесін көгертем десеңдер, сіздердің қолдарыңызда. Адам өзі неменеге ниет қылса, сол ниетіне жетеді. Қараңғы қазақ көне өрмелер шығып күн боламын десеңіздер, күн боласыздар. Әйтеуір еттің артына ілініп салынып, бала шағаны асырар асырамас, біреу болармын, ұрлармын, қарғапмын десең, сонда соғанақ болып кетесіздер. Шын мәнінде алдарыңызға үлкен мақсат қойсаңыздар, сол мақсатқа жетесіздер. Сіздер болашақ ана боласыздар, сіздер болашақ әке боласыздар. Қазақ ана мынау дегенде сіздерден тарайтын ұрпақ сол қазақтың көсегесін көгерту үшін басқа үшін жүректеріңізде имандарыңыз болып, істеріңізде берекелеріңіз болып, дүниенің бәрін бір жүйеге, бір режимге қойып, білімдеріңізді жақсылап алыңыздаршы. Немен айналыссаңыздар да сол айналысқан істеріңізді аяғына шейін жеткізетін сол кәсіби істеріңіздің майталманы шебері болыңыздар. Естіп жүрген шығарсыздар, тағы да айтамыз. Менің жаңағы жерланым, менің айларым, менің Талғатым, Бауыржаным Астанада Енуда оқып жүр. Менің Айнура, менің Гүлнара, менің Гүлмира, менің Айгүлім Енуда осындай оқып жүр. Ол келген соң бәрімізді осы жақсылыққа жеткізеді деп үлкен сенімді сіздерге артып отырған кезде сіздер мына жақта мен интернетті қарап болмайды шығар, міне айналасын отчеттеріңіз алынбай ілініп салынып жүрсеңіздер ғой үлкен сын болады. Сондықтан да әке-шешелеріңіздің аманаты, әке-шешелеріңіздің емес, қауымның, әулеттің, туған туысқандарыңыздың аманатын арқалап жүрсіздер. Одан ұлттық аманат сіздердің мойындарыңызда. Ұлт деген кезде осы сіздерден тарайды, жақсылық та сіздерден тарайды. Сондықтан да істеріңізге береке тілеймін. Алла жар болсын. 25 жылдық тәуелсіздігіміздің мерейтойы деп жатырмыз. Бұл үлкен той түсін бар адамға. Сол 25 жылда мен 25-ге жігіт едім, мінекей. Қазірде әлде бір картайып шалған жоқпын, әлде жігітпін, дегенмен елу жігіт болып қалдық деген сияқты ғой. Бауырлар, сонда жақсылыққа сіздер де жетіңіздер. Алдарыңызға қандай жақсы мақсаттарыңыз айқын болады, сіздер жетесіздер. Алдарыңызға қойған нәрселеріңіз көмескі болса, онша сағым болып кетесіздер. Сондықтан алдарыңызға қойған нәрселеріңіз айқын болсын, мына мереке құтты болсын. Ұстаздарыңызға да, осы ұйымдастырған жігіттер, бауырларым, сіздерге де шын жүректен бәріңізге алғыс айтамын. Мөлдіреген көздерінен айналайын, аман болыңдар, сау болыңдар, үйге туған туысқандарына, әке-шешелеріне сәлем айтыңдар.